Дарынды балаларға арналған мектептерге тек үздік үлгерімдегі оқушылар ғана түседі деген қаншалықты рас. НИШ сияқты мектептерге грантқа түсу үшін міндетті түрде тек 5-ке оқу керек деген жалпылама пікір бар. Бірақ бұл сұрақтың екі жақты көрсеткіштерін ескеру маңызды. Біріншіден, көбінесе талантты және дарынды балалардың мінезі қиын болып келеді. Сондықтан қарапайым мектептердегі оқу бағдарламасы оларға қызық емес. Осыған байланысты ғылымға, бағытқа бейім оқушылар өздерінің дарынын жасыруы мүмкін. Және оны аша білу үлкен еңбекті қажет етеді. Екіншіден, біздің тәжірибеміз көрсеткендей, үздік оқушылар 5-ші сыныпқа ауысқанда оқу үлгерімі төмендей бастайды. Себебі бастауыш мектепте оларға әдетте барлық пән бойынша бір мұғалім сабақ береді. Және мұғалім оның математикалық білімін емес, жалпы оқуға деген бейімділігін бағалайды. Ал зерделі ақыл ой дамыту мектебінде оқушыларды қарапайым мектептердегі үлгерімдері бойынша бөлмейді. Себебі үштік бағаға оқитын оқушылар да дарынды балаларға арналған мектептерге грант ұтып алуға қабілеттері бар. Ең бастысы дайындықты уақытында бастау. Сабаққа осындай мұқият қарау 92% жағдайда қабылдау емтиханын сәтті тапсыруға көмектеседі. Зерделі үздік нәтиже кепілі.